123-ге тең. Рекурсияның мәні 123-ге тең. Рекурсияның қарап отырсақ, 123 деген мән рекурсияға кіреді. Рекурсия дегеніміз не? Ол функция өзінің атын өзі шақырады. Мынау денесі деп аталады. Денесі рекурсияның ішінде жазылған. Кеттік ары қарай. 123 егер дейді. Егер 123 оннан кіші болса, 123-тің өзін сан n кірген мән 10-нан кіші болса, ол мәнді қайтар дейді. Басқа жағдайда оңға бөлгендегі қалдық, сіздер білесіздер, басқа жағдай, мынау қалдық, оңға бөлгендегі қалдық санды аламыз. Мына жерде 2 / бүтін санды аламыз. Оңға бөлгендегі қалдықты қосамыз, бүтін санға бөлгендегі қалдықты. 123-ті рекурсия бізде 10-нан кіші емес, сондықтан басқа жағдайда 123-ті 10-ға бөлген кезде бізде бүтін сан 12, қалдығымыз 3 болады. Сондықтан басқа жағдайда 12 жағдайда 3 қосу рекурсия 12. Енді рекурсия 12 ол функция өз-өзін шақырады. Қайтадан басына барамыз. Мына жаққа n-нің орнына енді 12 деген сан кіреді. 12 10-нан, егер 12 10-нан кіші болса, сол санды қайтар. 12 10-нан кіші емес, басқа жағдайға барамыз. Басқа жағдай ол 12-ні бөлеміз 10-ға, ондағы бүтін сан 1, қалдық 2. Енді қалдық 2 қосу рекурсия 1. Яғни бүтін санға бізге мына жерге 1 деген сан кіреді. Рекурсия 1. Рекурсия 1 кірген кезде 1 деген сан n-нің орнына 1, оннан кіші, яғни 1-дің өзін қайтарамыз. Яғни 1 ол сан. Енді рекурсия қайтадан үстіге шығамыз. Мына жерде рекурсия 1-дің мәні ол 1-ге тең. Яғни 2 қосу 1. 3. Рекурсия 12-нің мәні ол 3-ге тең.